Кик болып жатырған донер дайындаймыз. Ең алдымен пергаментке фаршымызды салып, видеодағыдай жайып шығамыз. Жұқалап жайып, осылай орап шығамыз. Қасына бұрыш пен қызанақ салып жүруге болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутқа пісіреміз. Етіміз піскенше фрей пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка, крахмал қосып араластырып, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Етіміз піскеннен кейін пергаменттен алып, пешке тағы да 5-10 минут қыздыртып аламыз. Содан соң қияр мен қызанақты турап аламыз. Соусына кетчуп пен майонезді араластырып алдым. Қалауларыңызша лавашқа немесе осындай лепешкаға немесе нанға да орауға болады. Видеодағыдай дәл осылай орап шығамыз. Донеріміз дайын. Енді осылай орап болғаннан кейін пешке 10-15 минут қызартып аламыз. Ас болсын, өте дәмді, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер.